Барлығыңызға сәлем. Трайфл десертін дайындаймыз. 3 жұмыртқаға қант қосып, жақсылап аппақ масса болғанша араластырамыз. 10 какао разрыхитель қосылған қоспамызды 3 бөлікке бөле отырып қосып, араластырамыз. Дайын болған массаны пергамент қағазына құйып, 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін сливкиді осылай видеодағыдай шайқаймыз. Оған маскарпоне және творожный сырды қосамыз. Творожный сыр мен маскарпонені қоспай қойсаңызда да болады, ол міндетті емес. Қант ұнтағымызды осылай ситадан өткізіп қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Дайын болған қуыршақтарымызды осындай ыдыстарға құйып шығып, үстіне крем жағып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Глазурын дайындаймыз. Сливкиге шоколадты қосып, микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз. Осымен біздің трайфлымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.